Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Минус 18 градус, Қазақстан солтүстігі мен шығысында аяз болады деп болжануда. Қазақстан солтүстігі мен шығысында ауа температурасы төмендейді деп күтіледі. Қазақстанның кей аумағына термометр бағанасы 18 градусқа дейін аязға төмендейді. Қазгидромет РМК нақтылағандай, 18 және 16 сәуір аралығында Қазақстанда ауа райын екі бакираның құрылымы анықтайды. Батыстан шығысқа қарай жылжып келе жатқан циклон ауа райының тұрақты сипаты тұратындығы, жауын-шашын кей уақыттарда қатты жауын-шашын, жаңбыр, қар түрінде күтіледі. Кезеңнің соңына қарай республиканың солтүстік шығысы, орталық аумақтарында, оңтүстік шығысында антициклондардың ықпалынан болады. Оның салдарынан күн суытады деп болжануда деп хабарлайды синоптиктердің хабарламасында. Қазақстан бойынша тұман түсіп, жел күшейеді. Ауа температурасы түнде -1, -8 градусқа дейін, күндіз +1, +8 градусқа дейін. Күндізгі кезеңнің соңына шығыстан түнге қарай -2, -18 градустан, күндіз болса 0 градустан +13 градусқа дейін жетуі болжанған. Қалған аумақтарда температура фронты айтарлықтай өзгеріс күшеймеді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.